Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек береке болсын. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме 1998 жылдары Шымкент қаласындағы 31-ші зона, осы зонаға қарап отырған код және банзай, осы екеуі жөнінде зонаға істеген былықтары, көп адамдарға беспредел жасағандары, ең соңында зона көтеріліп, банзайды жанындағы жігіттерменен қосып, сындырып, ішінде бір-екеуі вольный больницаға шығады. Міне осы жөнінде оқиғаның қалай өрбігенін біз сіздерге әңгімелеп береміз. 1996 жылы 31-ші зонаға банзай этаппенен келеді. Дәл осы кезде зонаға қарап отырған көк көз баха Құдайқылов бұлар деп отырғаным, банзайдың жанында бір-екі жігіттер бар. Олар әрі жерлес, бұрыннан таныс болғандықтан общаққа күтіп алады. Дәл осы кезде көк көз баханың жанында код деген жігіт жүрген болатын. Міне осы банзай менен код, кейін Құдайқылов, яғни көкөз баха бостандыққа шыққаннан соң зонаға кодты қаратып, общаққа банзай қарайтын болады. Құдайқылов көкөз баханың өзі инеде отырған наркоман еді. Ендігі жерде банзай менен код сол баханың әуеніне салып, екеуі де инеде отырады. Есірткіні зонаға кіргізу деген оңай шаруа емес, көп қаражатты талап етеді. Сондықтан банзай менен код артынан ақша келеді деген арестанттардың бәрін өтірік кәсиаққа кірдің деп грузит етіп, үйлерінен ақша алдыртып отырады. Кей кездерде общаққа жиналған ақшаны да өздерінің тамырларына салып жүреді. Ең соңында шектен шыққаны соншалықты свиданка деген болады. Ол жерге отбасыменен демалатын орын. Сол свиданкеге Серік деген жігітті смотрящий қылып қояды. Оны смотрящий қылу себебі Серіктің қарындасы Серіктің таныстыруменен банзайға свиданкеге кездесуге келіп тұратын. Соның арқасында қазақшылыққа салып, банзай қайнысын свиданкеге қаратып қояды. Зонаның мужиктары бұған қарсы болады. Свиданкеге смотрящийдің не керегі бар? Свиданкеге келген адамдар демалуға келеді. Ерлі зайыпты адамдардың есігін күзетеді ма неғылады деп мужиктар бұған қарсы болады. Оның үстіне демалып жатқан адамдардың есіктерін қағып, мазалап, общаққа не бересіңдер, темекі бересіңдер деп мәжбүрлі түрде общаққа шай темекі жинайды. Онда мужиктар қарсы болады. Бұл ма? Әлгі Серік свиданкеге кіріп, волядан арақ алдырып, арақты той ашып, қосып, сол құсығына аунап жатады. Мужиктар мынау смотрящий емес, аханижный ғой деп бұған тіпті қарсы болады. Содан зонада әңгіме көтеріліп, банзай менен кодқа ескерту жасалады. Бірақ бәрібір банзай менен код өз білгендерінен жаңылмайды. Общаққа деп келген қант, шай, темекі, осының бәрін өздеріне келген зат секілді емін еркін қолдана береді. Бұны байқаған Мұстафа деген жігіт банзайға ескерту жасайды. Бұл общақтың заты ғой, неге сендер өз заттарың сияқты иеленесіңдер? Мысалы, общаққа келген заттарды ауыратын жігіттер бар, зона үшін пакет етіп, бурбаракта жатқандар бар. Сойға қарай жіберу керек қой. Сендер өз үйлеріңде жүргендей, қайсысын қай уақытта қаласаңдар, темекіні алып шегіп, қантты шайға қосып ішіп жүрсіңдер. Бұл тіпті дұрыс емес дейді. Ендігі жерде код менен банзай қалай болғанда да Мұстафаның үнін өшіреміз деп, Мұстафаның артынан косяк іздейді. Мұстафа оны сезіп қойып, мықты жігіттерді жанына тартып, оларға қарсы әрекет жасайды. Бір күні Мұстафа промзонаға барса, промзонада инструментальный цех деген болады. Сол цехта инені тоя тығып алған, наркотиктің күшіменен ауыздары аңқиып, код пенен банзай ұйықтап жатыр. Мұстафа көріп, екеуін тұрғызып, «Ей сендер, зонаның лицосы, болуларың керек қой, мына жатқандарың не? Биш сияқты, мынау жарамайды, сосын деп, сендер жазығы жоқ баланың аяқ қолын неге ұрып сындырасыңдар? Жарайды, ол косяққа кірсе, басынан бір ұрсаңдар болады ғой. Оны кәдімгі саусақтарын арматурмен ұрып сындырып, қалеш етіп тастапсыңдар. Бұл не Нашинский? Оның бәрінің сұрауы бар дейді Мұстафа.
Сонымен не керек? Есірткіге әбден тойып алған от пенен Банзай ашарашный болып Мұстафаның әңгімесіне өш таппай қалады. Мұстафа осы уақытты пайдаланып, дәл сол түні жанына 15 шақты жігітті жинап, общакқа кіріп келеді. Общакта 10 шақты бала отыр екен. Банзай әбден есірткіге тойып алған, әзер сөйлейді. Басын қасылап, құлағын қасылап, бас кумарный отыр екен. Мұстафа жетіп келіп, әні общактың ақшалары, общакқа келген заттар, барлық записі көрсет. Сол кезде Банзай жанындағы бір братишкасына айтып, записті алдырады. Картадан ойыннан түскен ақшалар, осының бәрін есептей келе 170 мың теңге ақша болады. 1998 жылы зона үшін бұл үлкен ақша еді. Мұстафа ендігі жерде кән ақшаны көрсет дейді. Банзай ақшаны көрсете алмай, Воляға жібердім, оборотта жүр дейді. Мұстафа оған, сен оны Воляға жіберген жоқсың, Воляға жіберге хақында жоқ, сен оны тамырыңа тығып жібердің, сол үшін сенен сұраймын дейді. Общактың бір спиченкасына дейін сұрауы бар. Дәл осы кезде Банзай жастығының астынан дәу қанжарды суырып ала бергенде, Мұстафа жетіп барып, Банзайдың тура желкесінен ұстап, пышақты суырып аламын дегенше, ағынан бір ұрып, ішінен бір теуіп, шканардың үстіне топ еткізеді. Қараса, шканардың басында 1 метрде болатын арматура тұр екен. Арматураны жұлып алып, Банзайды аяқ қолынан аямай арматурмен ұрады. Бір уақытта Банзайдың қолынан түсіп өткен пышақты Банзайдың бір жақтасы еңкейіп ала бергенде, Мұстафа пышақты аяғымен басып қалып, тура желке тұсынан бір мәрте арматурамен қойып жібергенде, әлгі етпеттей құлайды. Мұстафа ендігі жерде Банзайды тастай салып, әлгіні сабап ұрады. Мұстафаның жанындағы жігіттер қалған жігіттерді ұрып тоқпақтап, шканардың астына тығып жібереді. Бәрін ұрып, бұлар сыртқа шыға бергенде 100 шақты болып, мужиктар келіп тұр екен. Мұстафа қолындағы арматурменен коридорда жанып тұрған екі светті тарс етіп ұрып сындырып тастайды. Тастай қараңғыда кімнің кім екенін ажырата алмай, әлгі 200-дей мужик коридордан сыртқа дейін топырлап тұрған ортадан жол ашып, Мұстафаларды сыртқа шығарып жібереді. Мұстафалар зонаға шығып, өз орындарына, яғни жататын жерлеріне, ол жерде проход деп атайды. Проходқа келе бергенде, жан-жағына милициялар қоршап, сырттан войскалар келген екен. Мұстафаның жанындағы жігіттермен қоса картерге қамайды. Сол күні Банзай Санчасқа түсіп, 1-2 жігітті вольный больницаға алып кетеді. Әлгі таяқ жеген жігіттің Мұстафа ұрған, басы жарылып, арматурмен қатты соққаның салдарынан басының төбе жақ сүйегі қатты зақымданып, операцияменен басына пластмас қояды. Негізі прокуратура келіп, осы төбелестен адам өлді деп айтқан кезде, Мұстафа жанымдағы жігіттердің ешқандай қатысы жоқ, мені соттаңыздар, мен бәріне кінәлімін деп, бәрін өзінің мойнына алады. Мұстафаның бағына қарай, Мұстафаның онсыз да срогы 20 жыл еді. Абырой болғанда, әлгі жігіт өлмей қалады. Не керек? 2 айдай тергеу болып, Мұстафаның жанындағы жігіттерді зонаға қайта шығарып, Мұстафаны арқалыққа крытый режимге тапқа салады. Мұстафа арқалыққа крытый режимге келіп түседі. Сол режимде отырып, крытый режимді мерзімін өтеп болғаннан соң, қайтадан 31-ші зонаға Шымкентке келеді. Қалған мерзімін Шымкенттегі 31-ші зонада өтеп, бостандыққа шығады. Бостандықта ағайын туыс бауырлары күтіп алып, Мұстафаға қол ұштарын беріп, көмек қолдарын ұсынады. Не керек? Әбден крытый режимді көрген Мұстафа, мына жер дұрыс емес, мына жері дұрыс емес деп, көшенің тірлігінде араласып кетеді. Оны күтіп алған інісі Мұстафаға аған, көшенің тірлігі керек емес, не нәрсе керек болады, мен өзім қол ұшын беремін, ондайға араласпаңыз дейді. Мұстафа інісінің айтқанын тыңдамай, бір үлкен разборкаға келіп, от жизни по жизни, мынау дұрыс емес деп әңгіме айтып отырғанда, төбелес басталып кетеді. Көп топырдың ішінде біреу Мұстафаның басынан ауыр темірмен ұрып, Мұстафа сол жерде бақилық болып кетеді. Міне қымбатты тыңдармандар, 20 жыл срок мерзімін өтеп, бостандыққа аман есен шыққан Мұстафа төбесіз біреулердің қолынан қаза тапты. Сондай қиын жерде жүріп, аман есен елге оралып, қазақтың жақсы сөзі бар ғой, ұламықтан тіс сынады деген ойламаған жерден басынан соққы алып, бақилық болды.
Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, әңгімелерimiz қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жиылса көл, тамшыдан теңіз құралады деуші еді қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып, қарыштай берсін. Сіздер менен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.